Армысың қазақ елім. Сіз білмеген каналына қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымда ас тұзға қатысты ырым тиымдарды айтатын боламын. Қазақ халқында күнделікті тұрмысқа қолданылған ырым тиымдар жетерлік. Олардың қатарында асқа байланыстылары өте көп. Атам қазақ, асына қарап адамын таны деп бекер айтпаған. Ендеше дана халқымыздың тағамға байланысты ырым тиымдарын айта кетейік. Тұзды бей-берекет шашпайды. Астың иманы тұз деп қарайды. Тұз төгілсе, ырыс төгіледі. Дәм шамданады. Ерлі зайыпты адамдар таңғы асты ішіп отырғанда ұрыспайды. Таңғы тірлік басталады. Күн шуағымен өмірге бақыт келеді. Ырыздық тасыған, көңіл шалқыған күн туады деп таңертеңгі асты ойнап күліп отырып ішеді. Сонда қабақтар жадырап, жақсы күн болады деп ырымдайды. Бұл отбасының берекесі үшін жасалған ырым. Егіннің тұқымы үшін біреу қарызға дән сұраса, ренжімей береді. Дәнді адам емес, қара жер тілеп жатыр деп ырымдайды. Үйге кірген жыланды өлтірмейді. Басына сүт, айран құйып шығару ырымы да бар. Бұл жерде ақ тағам, таза пиғыл, ақ тілеудің, жақсылыққа жорудың нышаны. Кейде үйге кірген жыланды өлтірмей, басына ақ құю, жамандыққа жақсылықпен жауап берудің белгісі саналған. Асты оң қолымен алып жейді. Оң қолымен тамақ жеу, оң қолымен амандасу, есіктен оң аяқпен кіру, оң аяқпен шығу, осының бәрі ісім оң болсын деген ақ ниеттің ырымы. Кетік, жырылған ыдыспен қонаққа ас бермейді, сыбаға сыйламайды. Қазақ халқында жырық ыдыстың кетігінен сайтан қосарлана ас ішеді деген түсінік қалыптасқан. Түнде тамақтың бетін жауып қояды. Ашық қалса, жаман, зұлым, күш қонып, асты дуалап кетеді. Оны жеген адам кеселге ұшырап, ұшынып, дерт жабысуы мүмкін деп сенген. Шындығында ата-бабамыздың қайсы бір ырым тыйымы болмасын, бекер шықпаған. Астарына үңілер жан болса, әрбірінде үлкен тәрбиелік мән жатыр. Құрметті оқырмандар, асқа қатысты сіз қандай ырымдарды білесіз? Сол туралы комментарийде бөлісе кетсеңіз. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.